Бірнеше шетелдік мемлекеттер оңтүстік Африкадан келген саяхатшыларға санитарлық шектеулер енгізіп жатыр. Алайда бұны Оңтүстік Африка Республикасының үкіметі қатаң сынға алды деп хабарлайды Евроньюс. Телеарнаның хабарлауынша көптеген рейстердің тоқтатылуы мыңдаған жолаушыларды таң қалдырыпты. Саяхатқа үзілді-кесілді тыйым салып жатқан елдердің әрекеті дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы белгілеген ережелер мен стандарттарға мүлдем қайшы. Мұндай шараларды қабылдаған мемлекеттердің біразы онсыз да COVID-19-ның 4-ші толқынымен күресіп жатыр. Жаңа штамның таралу қаупі жоғары болуы мүмкін екені туралы хабарламадан кейін ондаған мемлекет Оңтүстік Африка аймағына баруға шектеулер енгізді. Израиль омикронның таралу қаупіне байланысты шетелдіктерге әзірге 2 аптаға елге кіруге тыйым салды. Еврей мемлекеті алғашқылардың бірі болып жаңа штам жұқтырған адамның анықтағанын растады. Нидерландыда да Оңтүстік Африкадан оралған туристерден омикрон анықталды. Африкадан келген 600-ден аса жолаушы Амстердам әуежайында ПЦР нәтижесін күтіп бірнеше сағатқа кідіруіне тура келді. Олардың 60-тан астамы вирус жұқтырған болып шықты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жаңа штамға байланысты коронавирустың қайта күш алуы мүмкін екенін ескертеді. Омикрон бұған дейінгі штамдардан әлдеқайда жұқпалы болуы мүмкін. Қолданыстағы вакциналардың бұл штамға қарсы тиімділігі де күмән туғызып отыр. Сол себепті жаһандық қауіп өте жоғары деп бағалануда. Ақпарат Евроньюстен алынып арнайы стандарт.kz порталына дайындалды.